Сәлем достар, сіздермен бірге сурет салайық. Бүгін мен сіздерге теңіз аспанды қалай салу керектігін көрсететін боламын. Бірінші, біздің қағазымыздың размері 10-10. Мен арнайы осылай дайын қағаздарды пайдаландым және сыртына арнайы скотчтарды жабыстырдым, чтобы ол қозғалып кетпеу үшін. Енді ашық түсте, екі түсте аспанды бояйтын болам. Және де теңізді көкпен бояймын. Ал құмды осылай қоңыр түске жақын түспен бояйтын болам. Келесі бізде ухватистка немесе өзінің арнайы таяқшасы болады. Сол таяқшаменен әдемілеп тегістеп жағып шығамыз. Бірақ достар, мұқият етеміз. Бұрын жаққан кезде әр түсін бір ғана ухватистка емес, әр түрлі ауыстырып жағып отыратын боласыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге күшті суреттер және де оңай әрі тиімді түрде қалай сурет салу керектігін көрсететін болам. Егер осындай сурет салып, осы бояғыштарды алғыларыңыз келсе, менің WhatsApp-ыма өтіңіздер. Міне, кішкене әсемдедім. Осы жерге теңіздің жағасына шөптер қостым. Осылай жасадым. Міне, қазір сіздерге теңіз толқынын қалай салу керегін көрсетемін. Жаңағы майлы пастелімізді алып, осылай насадкамыздың ішіне қоямыз да, басын басып жүрмейміз. Тек ұшын ғана артқа тартып қаламыз. Сол кезде басы домалақ болып қалады. Қазір жақыннан көрсететін болам. Міне, көрдіңіздер ма? Басы ұштобы домалақ болып қалды. Міне, жасалуы өте оңай достар. Міндетті түрде сызып көріңіздер және менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне, өте күшті. Вуаля, біздің сурет дайын. Рахмет көргендеріңіз үшін.